Король әрдайым адамдарды сөзіне емес, іс-әрекетіне қарап бағалау керек деп санады. Ол өзінің патшалығын қатты жақсы көрді және үйленетін уақыты келгенде шетелдегі ханшайымдарға жазылғысы келмеді. Бірақ өз патшаның қыздарының бірін таңдауға шешім қабылдады. Патша алдын ала бұл тізімге кірмейтіндерді шақыруға шешім қабылдады. Өйткені бұл қыздар қарапайым және патша болуға азғырылмаған. Осы мәселе бойынша патша 16-25 жасқа дейінгі барлық қыздар мен жесірлерді шақыруға хабарлама жасады. Толқу пайда болды. Майлы әйелдер арықтауға тырысты, ал арықтар семіруге тырысты. Ал қырықтан асқандар күн өткен сайын балғын әрі сүйкімді болып көріну үшін тістерін салды. Қалыңдыққа тіркелмеген 6 ғана болды. Бір жесір, Женевьева және 5 қыз, Арманда, Кэтрин, Жанна, Сусана және Николь. Олар бүкірде, ақсақта болған жоқ. Барлық жағынан керемет болды. Бәр жері сау болды. Патшаға олардың бәрі ұнады. Бірақ ол әр қайсысы неге қалыңдықтар тізіміне жазылудан бас тартқанын сұрауға шешім қабылдады. Женевьева оның бірінші рет үйленгенін айтты. Күйеулер қаншалықты өзгеше болғанымен, қысқа уақыттан кейін ләззат, әдет, зеріктік пен жиіркеніш пайда болды. Мен қатты шаршадым және